Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі көрнектің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, қамыры ерекше, аузда еритін көрнекті жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмі өте керемет, барлық адамға ұнайтын. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріңіздер, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал енді жасалу жолын айтатын боламын. Бізге осындай 400 грамм ұн керек. Ұнның үстіне жарты шай қасық разрыхитель саламыз. Және 200 грамм мұздатқышта тұрған осындай сары май керек. Қатты болып тұрған сары майымызды осылай теркадан өткіземіз. Енді ұнымызбен сары майымызды араластырып, крошка дайындайтын боламыз. «200 грамм қаймағымызбен 2 жұмыртқаның сарысын саламыз, яғни желток. Өте жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Артық ұн қолданбаймыз. Егер де қолдарыңызға жабысып жатса, соңғы жақтарында салафан пакетикпен қамырымызды жинақтап алсақ болады. Салафан пакетикке салынған қамырымызды енді жарты сағат холодильникке қоямыз. Енді көрнектің начинкасын дайындау үшін бізге ең алдымен осындай тауық аяқтары және 3 үлкен картоп қажет. Бір үлкен тауық аяғы болса да жеткілікті. Менікі кішкентай болған соң 2 кішігірім тауық аяғын турадым. Тек қана етін турап аламыз. Негізі тауықтың төс етімен де жасауға болады, бірақ осындай тауық аяқтарынан жасасаңыздар, өзінің тауық етінің майымен бірге дәмі өте керемет болады. Тауықтың төс етімен аздап құрғақтау болады. Бұрышымыз бен тұзымызды салып, жаңағы қамырға қолданған 2 жұмыртқаның сарысынан қалған ағын, яғни белокты осы начинкасына салып жіберсеңіздер, бөлген кезде начинкасы шашылып кетпейді. Енді қамырымызды 2-ге бөлеміз. Астыңғы бөлігіне сәл көптеу қамыр аламыз, үстіңгі бөлігіне аздау жеткілікті. Видеода көрсетілгендей көлемде бөліп алыңыздар. Домалақ печканың формасына лайықтап, жан-жағы бортик болатындай етіп, қамырды жайып шығамыз. Жайған қамырымызды осылай домалақ формаға орналастырамыз.
начинкамызды салып бірдей етіп бетін тегістеп шығамыз. Көрнегіміздің үстіңгі бөлігін орналастырамыз. Осылай қамырымызды жайып, томалақ етіп шығамыз. Үстіңгі қамырын орналастырып шығамыз. Жан жағы жабық болу керек. Енді жан жағында қамырды өріп шығамыз. Ал енді көрнектің беті жылтыр, әдемі болып шығу үшін осындай бір штук жұмыртқаның сарысы мен аздап сүт қосып екеуін араластырамыз. Ал енді айта кететін жайт, видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырдың ортасын осылай пышақтың көмегімен аздап кесіп шығамыз. Пісу барысында қамырымыз көтеріліп кетпес үшін. Дайын болған көрнектің үстіне осылай жұмыртқаны жағып шығамыз біркелкі етіп. Көрнегіміз әдемі көріну үшін осылай бетіне күнжіт дәндерін сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы печкада пісіріп аламыз. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ас болсын!